Қарасаңыздар, мұнда Москва, кішкентай ғана аймақ. Бір кездері Алтын Орданың бір ұлысы болған кішкентай ғана Москва қалайша үлкен аймаққа ие болды. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мына жақта Москваның аймақтары, иә. Суздаль, Москва, Владимир, Муром, Касимов, иә, біздің Касимов, бізді білесіздер. Бұл Касимов аймағы біз үшін өте ыстық жерлердің бірі. Неге десеңіздер, біздің Тәуекел ханымыздың інісі Ораз Мұхаммед деген хан осы аймақта кейін тұтқынға түсіп, кейін осы аймақта билік еткен болатын. Касимовта. Мына жақта Москваның өзі. Енді осы Москва қалайша күшейіп кетті. Алтын Орданың мұрагерлерін бірінен кейін бірін жаулап алды. Бұл кезде тіпті мына өзбектердің жері үлкен, өзбектер жаңағы өзбек хандығының аймағы. Ноғайлар, үлкен орданың күші қайтпаған кезең, тіпті білесіздер 1480 жылға дейін, бұлар Угра өзеніндегі шайқас дұрысқа дейін үлкен ордаға, Қырымға салық төлеп тұрды, бірде Қазан хандығына салық төледі. Сөйткен Москва қалайша аймақтағы ең үлкен державаларға айналды. Қазір мен мына Москва адам танымастай өзгеріп кетеді, қараңыздар. Бұл 1444, иә. Қазір 100 жыл алға жылжытам. 1544. Россия уже. Россия болып кетті. Мына жерде біршама мемлекет жоқ болып кетті, иә. Көріп тұрсыздар. Бұл жерде қандай мемлекеттер жоқ болып кетті? Біріншіден Москваның князьдіктері, шағын князьдіктер. Қараңыздаршы, мына жерлерде Новгород, иә. Жаңа Пермь аймақтары бар еді. Мына жақта Рязань, неше түрлі кішкентай шағын князьдіктердің басы бірігіп, енді бұл Россия империя болуға қанат басқан болатын. Яғни бұл Иван Грозныйдың кезі. 1544.